Сәлем достар! Бүгін біз Покердом сайтында Crash деген ойынды ойнап көреміз. Осы ойынды бастағанша, менің айтарым сізге. Қазір экранда промокод шығады. Осы промокодты Покердом сайтына алып жазсаңыз, сізге бізден сыйлық болады, бонус болады. Оған қоса, осы видеоның астында сілтеме. Осы сілтемені бассаңыз, Покердом сайтына түсесіз. Дәл сол сәтте. Ал енді достар, бастап көрейік, қалай ойнауға болады осы ойынды, қандай стратегиялар бар екен ұту үшін, осын бәрін қазір бірге тексеріп көреміз. Ең бастысы Покердом сайтына кіріп, іздеу жағында басамыз, жазамыз, ағылшынша Crash деп жазамыз. Осы ойын шықты, ракета мен балық суретінде. Осыны жаттап алыңыз. Мүмкін сіздер де осы суретке қарап жаттайтын шығарсыз, әркімде әртүрлі. Мінекей ойын басталды. Стратегия қандай екен? Біз басында, мысалы, мінекей 5000 қояйық. 5000 теңгені қоямыз да, автовыводты 2-ге қоямыз. Осы автовывод жақта x2 деп басамыз да, енді ставка қоямыз. Енді көрейік. Негізі осы стратегиямен мен көп таныстарым ұтты, бірақ біз ұтылдық, жарайды. Ұтылсақ, біз осы 5000 қойдық па, қайтару үшін 10.000 қоямыз. x2 мен көбейтеміз, 10.000 қоямыз. Күтейік енді. 2-ге дейін жет, өтініш, 2, әне жақындап қалдық, қазір 2-ге жеткенде жарайды, 2-ге жетпедік. Онда тағы да x2 басамыз. 20.000 қоямыз. Қорқпаңдар, бұл жерде қатты қорқып, ашулану деген вообще ешқандай қажеті жоқ. Өйткені бұл ойын ғой, бұл сіздер ойын сауық үшін жасайсыздар. Ал ақшаны жинап, осы жерден байым деген ойлармен кірмей қойыңыздар. Тек қана ойын сауық үшін, жарай ма? Ал енді біз x2 жасадық, ұттық, жарайды, көрдіңіз ба, 20.000 істедік, біз жаңада қанша 5000 қойдық па, қайтадан 5000 қоямыз. Қайтадан қайтамыз, ең бірінші ставкамызға. Біз өзіміздің 5000-імізді оған қоса не істеген ақшамызды қайтарып алдық. Мінекей қайтадан 2 болып шықты. Дұрыс. Осы стратегиямен негізі жүрсек, жақсы болады. Біз жаңада қаншамен бастадық? Бізде 327 болды ба? Қанша болды? Көре алмай қалдым. Жарайды. Қараңыз, тағы да ұттық. Әрине ұттық. Тағы да қоямыз, ставканы қоямыз. Біз қазір 5000-ді қайтарып алдық. 5000-ді ұттық. Тағы да 5000-ді ұттық. 10.000 ұттық па, қазір 15.000 ұтамыз. Әрине ұтамыз, достар, көріп тұрсыздар. Қайттан 2 болып жатыр. Осы стратегия негізі өте жақсы жұмыс істейді. Шын айтсам, жақсы істейді, жақсы көрсетеді. Тағы да бастайық, 5000. Ең бастысы, мен қалай айттым, осыған ашуланып, бүкіл ақшаңызды құртып жүрмеңіз, ешқашан. Бұл тек қана ойын сауық үшін. Қараңыз, қазір ұтылып қалдым. Мен соңғы ақшам болғанда, мен енді қуанбайтын едім, дұрыс па? Енді біз 5000-ді ұтылдық па, 10.000 қоямыз. Басынан x2-ға қойып, автовывод. Қайттан ұтылдық. Қанша ұтылдық? 10.000 ұтылдық па, қайттан x2 басамыз. Кәнекей. Так. Басылмай жатыр. Жарайды. Осы раунд басылмай қалды, өкінішке орай. Қазір күтейік. Осыны кейбір кезде болады екен, өйткені ойнайтын адамдар көп. Мінекей x2 қойдық. Адам көп, бүкіл әлем ойнайды осы ойындарды. Crash деген тем более, мені қайттан ұтылып қалдық. Қорқпаңыздар, тағы да қазір x2 жасаймыз да, 40.000 қоямыз ба, қайтарамыз. Қорқпаңдар. Айтып атқандай, ашуланбай, ешқандай эмоцияға бүйтіп не істемей, өте өзіңізді бос сезініп, сіздер бұның бәрі тек қана қуаныш, сәл кәдімгі өмірден сәл ұмытылу үшін ойнайсыздар, дұрыс па? Әне ұттық 40.000 ұттық, қайттан түсіреміз, 5000-ға дейін ставканы қоямыз. 40.000-ді жаңадағы ақшамызды қайтарып алдық. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, ақшаны қайтарып алдық, қайттан 5000-ді ұтылып алдық. Жарайды, біз қорқпаймыз. Ең бастысы уақытысымен тоқтау керек, бірақ мен ойлаймын, мен 340-350 мыңға жеткізіп алайын, сөйтіп кетеміз. Жарай ма, достар? Жарайды,
тағы да x2-ға қойдық, 2 болады, әрине болады. Так что уайымдамай, тағы да x2-ға қоямыз да 40 мыңды қоямыз. 40 мың қойған қалай десеңші, раунд басталды, жаным ау, балығым 2-ге дейін ұшу, өтініш. Не болды? Мен не істеп, сәл настроением көтер. Вот, еспейсің ба? 40 мың. Ставка кетті. 80 мың ұттық, достар. 80 мың дегенде біз 40 мың ұтылдық, сонымен біз 40 мың ұттық. Жарайды, плюсте қалдық. Ең бастысы. Енді мұнан қайттан 5 мыңға дейін түсіреміз ставкамызды. 5 мыңға дейін түсірдік. Қанша бізде? 342 мың ба? Ой, ұтылып қалды ставкамыз. Бірде тоқтап қапты мынау. Жарайды, 10 мың қылайық. Қайттан қайтарып алайық. 5 мыңызды қайтарамыз и 5 мыңызды ұтамыз оған қоса. Ұтылдық. Жарайды, тағы да x2-ға қояйық. 20 мың қояйық. Сол осы стратегиямен жасағанда сіз тек қана өз ақшаңызды қайтарудан басқа, сіз оған қоса тағы да ақша ұта аласыз. Қазір мен 20 мың қойдым. Жаңадағы оған дейін ұтылған ақшамды қайтарып алдым. И әрине оған қоса еще ақша жасап алдым. Керемет! Не айтам? Енді 347 мың, достар, 350 мыңға азғантай қалды. Осы ставкамыз мен жібергісі келмейді ау деймін мына балық маған. Мен ойнаш, кетпеш деп отыр, қараңдар. Жарайды, тағы да 10 мың қоямыз. 10 мың қоямыз, x2-ға қоямыз. Осы стратегияны қоймай басып істеу керек, сол кезде ұтыс болады. Енді әрине әр адамда өзінің стратегиясы бар. Мүмкін сізде өзіңіздің құпиялы стратегияңыз бар шығар. Кім біледі, я? Ұттық, достар, ұттық, әрине ұттық. 352 мың жасадық. Жарайды, 360 жасайықшы. Өзіме 360 жасауым келіп отыр. Енді сол айтқаным, әркімде өзінің стратегиясы болады, өзінің ойлары. Енді сізде бір құпиялы өзіңіздің стратегияңыз болса, қайтадан ұттық, достар, 357 мың, 360 мыңға жақындап қалдық. Жоқ, 400 жасайын ба деп па? Осылай құмарлық басталады деп па? Жарайды, так, ұтылдық. Оған біз 10 мың деп қояйық. Көріп тұрмыз ғой? Ешқандай қалай айтады, нерві деген нәрсені, стресс деген нәрсені қоспаңыздар. Бұл ойын сауық, ең бастысы. Осы стратегияны мен неге айтып отырмын, өйткені осы стратегиямен көп мен таныстарым, ойнайтын адамдардың да ішінде айтады, осы стратегия жақсы жасайды, жақсы істейді деген соң мен сіздермен бөлісіп жатырмын. Вот, достар. Тағы да x2 қойық. Қанша бізде 357 ма? Біз как минимум 360-қа жеткізу керекпіз. Ал енді 400 мың жасасам мүлдем жақсы болады. Кім айтады ақшаға жоқ деп, Ал мысалы бар адамдар x6 деп қоятындар. Ол көрдіңдер ма? 6, 7, 4 деген 4 деген жиі болып жатқан жоқ. Вот x2 жиі болып жатыр. Мен өзім көзқарасыма қарай, Әрине, әр адамда әртүрлі болады. Мен қазір ұтылып қалдық. Қазір ғана x2-ды мақтаған едім. Нервіме тиіп ұтылып жатыр ма? Нервіме тиіп деген түсініп отырсыздар ғой, бұның бәрі қалжың екенін. Әрине қалжың. 10 мың қойдық, тағы да x2-ға жеткізейік, балығым ұшы 2-ге дейін, өтініш. Әдемлеп, күшті. Вот, рахмет. Қайтадан ұттық, достар. Жарайды. 10 мыңды қойдық, қайттан 5 мыңға түсіреміз. Қайттан 5 мың қанша? 372 мың жасадық ба? 340 мың жасаймыз ба? Ой, 340 дектім, ой, ұтылмай. Өзімді қарап тастадым ба? Жарайды. Қазір онда x2 қылып тағы да 10 мың қояйық ставканы. 400 мың жасайық па дегенім ғой. Қарашы, өзім алдынан шығып кеткенім. 400 мың! Ай, досым, бірде тоқтап қалатыр мынау. Жүректі сәл тетейін деп жатыр ғой. Жарайды, тағы да 20 мың қояйық. Қорқпаймыз. Біз оған деген 40 мыңда қойғанбыз, ол ақшаны ұттық. Сондықтан мүлдем қобалжу деген нәрсені өшіріп тастаңыз. 20 мыңды ұтылдық. Жарайды, онда 40 мың қоямыз. Әрине,
біз өз стратегияны тоқтамай басып көре береміз. Сондықтан түсіндіңіздер, 5000 қойдық, 5000-ді ұтсаңыз, тағы да 5000 қоясыз. Если мүмкін, қараңыз, 2-ге азғанда жетпей қалды. Ой, жүрегім 297 болып қалды ақша. 80 000 қоямыз, достар. 80 000 қоямыз. Ал, достар, 400 000-ға азғантай қалмай қалды. Бірақ оған қосасыз, көрдіңіздер, 300 бір майда ақшамен кіріп, 387 000, 370 000 жасап шықтық. Достар, осы стратегия істейді, осы стратегия жұмысы жақсы істейді. Маған өзіме ұнады. Ал енді бірақ мен өзім ойландым. Басында менде қазір қайтан бүйтіп қарасам, артқа қарап, құмарлық қосылып кетті. 400-ге дейін жеткізем деп. Бірақ ең бастысы миды қосу керек, миды мұздату керек. Қосып айту керек. Тоқта, мен мынанша ұтам деп кірдім. Мен қанша деп айттым? 350 дедім, иә? 350-ді ұттым ба, оған қоса 370 қылып ұттым ба? Болды. Уақытша тоқтау керек. Осыны ұмытпаңдар, достар. Жарайды, достар, сау болыңыздар. Үлкен рахмет. Ұмытпаңыздар, промокодты Покердом сайтында жазып қойыңыздар. Әрине, оған қоса осы сілтемемен өтіп, дәл осы сайтқа сол сәтте өтесіздер. Рахмет, достар. Ұтыс және жеңіс сіздерге тілеймін. Сау болыңыздар.